Қасым-Жомарт Кемелұлының ұстазы. Бірақ негізінде тәуелсіздігіміздің алуымызға көп еңбегін сіңірген кісі. Мынау Батырша ұлы Сайлау деген ағамыз. Неге біздер көп білмеймін бұл адамды? Осы адамның арқасында біздер тәуелсіздік алғанбыз ғой. Почти сондай болып тұр ғой. Айтқан жоқ. Үшінші принцип жаңа ғана орындатушының еңбегін орындаушының еңбегінің нәтижесімен бағалау. Яғни функциональный связь. Мынау осы идея менің өмірлік іс тәжірибемнің нәтижесінде дүниеге келді. Соны айтқым келіп отыр. Маған керегі осы тиімділік идеясын кереметін көпшілікке жеткізуім керек, түсіндіруім керек. Сіздің өмірлік миссияңыз осы. Миссиям осы. Мүмкін болса, Қазақстанда болса басталса деймін да. Қарыштап дамайтын себебі барлық адамдар жауапкершілігі артады. Біріне бір деген жаңалдегі сенімі артады. Совет үкіметінің жүйесі болды. Сол совет үкіметінен қалған жүйе ғой мынау істеп отырған. Қазіргі істеп отырғаны кейін соның өзгерген несі. Енді бұл жүйені өзгерту жолын айтып отырсыз. Соның жолы. Мысалы үшін қолдағы барды барынша тиімді пайдалану. Мынау менің идеям жүйе қалыптастырушы. 15 минут қана, егер мені 15 минутқа қабылдаса, президент, қай елдің президенті болса да, президент қабылдап, осы идеям жөнінде менен нақты, конкретно талқыласа, одан кейін ар жағын ол кісінің өзі алып кетер еді. Содан кейін өзі сұрар еді. Егер осы тиімділік идеясы іс жүзіне асса, әрбір адамның жауапкершілігі артып, әрбір адам өз ісінің нағыз маманы болар еді. Әрбір адам өз ісінің маманы болса, елдің несіне келтіретін пайдасы экономиканың қарыштап дамуына негіз болады. Ол үшін еститін мемлекет басшы болу керек. Мемлекет болу керек. Слышащее государство дейді ғой. Сондықтан енді құлақтарына алтын сырға. Сен өңкей сонда бір ерекше жандарменен соларға өзінің ойын, несін жеткізуге сондай мүмкіндік бергенің. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассалаумалейкум. Уалейкум ассалам. Қош келдіңіз ағада. Қош көрдік. Ассалаумалейкум, құрметті көрермен. Саламатсыздар. Енді сіз жылы мешін. Үшінші рет келіп отырмын ғой, сондықтан бірден не сұрайсың белгі. Қалайсыз аға, денсаулығыңыз қалай? Шүкір Аллаға, мың қайтара шүкір. Жақында өткенде өзіңменен сұхбат құрып кеткеннен кейін больницаға жатып қалып, острый панкреатит деген ұйқы безі қабынып, сонымен шүкір әйтеуір жақсы. Сонда врачтар айтып еді, диета сақтаңыз, мынау режим сақтау керек деген. Оның несіне қылған жоқпыз, сақтамай кеше бір ай сол жаңалдегі ұмытып кетіп, деренен сақтамай ауырып қайтадан әйтеуір шүкір жақсымын. Содан кейін келіп отырмын өзіңе. Аға, мен бір кітап дайындап қойдым. Иә, өткенде айтып едің, основа менеджмент. Мен мамандығым менеджмент қой. Бұл кітапты басынан бастап соңына шейін бүкіл оқып шыққанмын. Иә. Енді сіз айтып отырған осыған келеді. Основа менеджмента. Енді управление организацией. Эффективное управление организацией. Енді сіз соны айтып отырсыз ғой? Иә, сол. Қалай жағдайыңыз аға? Жақсы. Тиімділік идеяңыз не болып жатыр? Тиімділік идеям, Құда қаласа оған мен өткенде Қасым-Жомарт Кемелұлы Назарбаевтың атына үндеу тастап, үндеу жазып не қылдым осының алдында. Ауырмай тұрған кезде, соны ауырғаннан кейін қалай осы жаңа тиімділік идеясын қалай іс жүзіне асыруға болады деген. Содан кейін ол немеде ешқандай жауап жоқ, олында да бір 4-5 не ғана көрді, басқа адамдар не қылған жоқ. Содан кейін не қарамайды. Мән бермейді. Содан кейін бұл тиімділік менсінбейді. Иә. Содан кейін ол адамына кездеспей жатыр. Осы тиімділік идеясын
іс жүзіне асыратын, елдің бірінші басшысына жеткізе алатын адамына кездеспей жатыр. Сондай адамы боламы деген бір үмітпенен мынау еліміздің абыз ақсақалдарының бірі де бірегейі Қасым-Жомарт Кемелұлының ұстазы, мынау жаңелдегі тәуелсіздігіміздің көп адамдар біле бермейді. Тәуелсіздігіміз өзінен өзі келген секілді. Даже мен енді нелерді Олжас Сүлеймен, нелерді ешқандай Нұрсұлтан Назарбаевтарды неғып жамандағым келмейді, бірақ тәуелсіздігімізді как будто бір өзінен өзі бола салған, анау жұрттың бәрі былай тарқап кеткеннен кейін амалының жоғынан тәуелсіздік алған. Иә, сондай деген ойда. Иә, өзі келді деп. Өзі келді, өзінен өзі бұл оңай келді деп ойлайды. Бірақ негізінде тәуелсіздігіміздің алуымызға көп еңбегін сіңірген кісі, міне мынау Батырша ұлы Сайлау деген ағамыз. Суретін жіберіп. Суретін ана неден жіберем, ана несінде өзінің суретін. Мен салып қояйын. Енді бұл кісіні мен тани білмеймін, бірақ сыртынан байқап тұрмын. Өте білімді адам екенін, өте бір бастық болған екенін көрініп тұр. Иә, бір тектілік байқалып тұрды. Иә. Мынау дипломатияда бас кезінде істеген, біз анау бөлініп шығар кезінде сыртқы істер министрінің орынбасары болып, даже сол сыртқы істер министрлігінің міндетінде де біраз атқарған кезі болған екен. Сол кісі мынау кітабын несін беріп, жаңа үлкен балам мен кіші баламның атына қолтаңбасымен жазғызып алдым ау. Тәуелсіздік жолындағы дипломатия. Тәуелсіздік жолындағы дипломатия. Батырша ұлы. Сол кісіменен осы өзіңе келердің алдында 2 сағаттан астам уақытқа отырып, әңгімелесіп, сұхбаттасып, бірге шай іштік ау. Сонда бұл кісі алдында бұл кітапты мен оқыған тұғым. Осы кітапты танысқан кезімізде өзі осындай айтып неғаннан кейін осы кітабын алып танысып, содан кейін оқығанымда бұл кісі 2 рет жұмыстан алынған. Ненің сыртқы істер министрінің орынбасары кезінде бірінші рет. Не себепті бұл кісі жұмысынан алып тастаған? Арыстанбеков ол кезде сыртқы істер министрі сол кісі болған. Сонда бұл кісі президенттің рұқсатынсыз келісімін алмай. Неге Америкадағы департамент дейді, сыртқы істер министерствода біздің не бойынша. Бірақ департамент. Сол департаментке кіріп, сонда алғашқы кіріп, сондай қазақы жағдайынан осындай неміздің, біз қазақ деген еліміз, Қазақстан деген общий жалпы советтің несіндегі қазақ елі, Қазақстан өз алдына тәуелсіз ел болу керек деген идеяны алғашқы қозғаған кісі. Америка біздер Совет үкіметінен, яғни Ресейден бөлініп кеткенді қаламаған да? Америка алғашқысында қаламаған. Алғашқы кезде қаламаған Америка бөлініп кетпеуді. Бірақ бұл кісі 1-2 сағат... Неге қаламаған? Қаламаған себебі, бірінші, басқа мынау жаңалдегі нелер, жаңалдегі ядролық нелер бөлініп кетсе, олардың ядролық несінде, бұның жаңалдегі не болады деген? Қадағалауға қиын болады. Содан кейін жаңағы не болады? Әрбір мемлекетте ядерный держава болып кетеді, сондай не болады деп қорыққан. Содан кейін Қазақстанды мұсылман елі деп, мұсылман елінің қолына атом бомбасы тиіп кетуі мүмкін деген. Сонда ол кісінің жаңағыдегі 2 сағат, сол 2 сағаттан астам уақытта жаңағы неғып отқан кісіге айтқан ең соңғы негізгі көзірім мынау болды деді. Бүгін жаңағыдегі отырған кездегі айтқан кісі Батырша ұлы Сайлау ағамыздың. Беті берік қарамағаннан кейін ең соңғы көзірім шығардым дейді. Ең көзірім шығарғанда былай деп айттым дейді. Совет мемлекеті тарқап өз алдына кетсе, тарқап кеткен кезінде дейді, сіздер екінші сол сияқты совет несіндегідей күшке ие
сондай мемлекет болғанын қалайсыз ба? Егер Қазақстан осынша байлығымен, осынша жаңағы несіменен құрамында болса, Ресейдің қасында соның құрамы болса, ол екінші СССР болады. Советтік держава болды. Сонымен сондай үлкен мемлекет болған, өзіңізге сондай қарсы болғандық, сондай қарсыласыңыздың сондай күшке ие болған қалайсыз ба деп сол көзірімді аштым дейді. Сол кезде бар олар, не деді. Ал енді атом бомбасын қалай шешеміз? Ертең күні келісіп қайтадан жиып алуға, соның несімен кейін Украина, Белоруссия, бұлар соңғы козыры, ол адамды мен түсінгенім, шай үстін жамын келесіз ғой. Ең соңғы козыры атомдық бомбаны біздер жоямыз деген. Соған енді жойуға, оның мәселесін шешуге болады дегенге келтірген да ол енді екінші. Бірақ ең негізгісі тәуелсіздігімізді алуымыз керек деген да. Соның несінген кезінде, осы кісінің бастамасымен сол тәуелсіздік жөнінде соның неғанына жұмысына шығарып тастаған бұл кісіні. Сыртқы істер министрі екі рет жұмыстан шығып әңгімені бастау осы кісі бастаған. Осы кісі міне тәуелсіздік жолындағы дипломатия. Шыққысы келген жоқ қой ана. Ол кісі шыққысы келмеген себебі ең соңғы болып шықты ғой. Ең соңғы болып шықты бір, ол кісінің тағы шыққысы келмегені жаңағыдай анау министрлер советінің председателі, премьер-министр да егер былай не алсақ. Сол премьер-министрге Назарбаевты ұсынатындай болған еді ғой. Мүмкін сол жағыда не болған. Ол деген Советский Союздың премьер-министрі, жалпы несінде сондай үміті болған да. Кімдерменен бұл енді мен бір жаңалық ашып отқан жоқпын тарихта, несінде бар ғой, мен ешқандай бір жаңалық айтып отқан жоқпын. Ондай әңгіме бар. Сол кісі осы мұны тәуелсіздігіміздің жолындағы дипломатияда сайлау Батырша ұлы Сайлау ағамыз мынау несін жазып берді, телефон номері. Егер осы мына кітапты алғыларыңыз келсе, действительно мынада керемет жазылған. Біздің осы қазақ неміздің дипломатиясында, қазақ ұлтжандылығында өзінің қолтаңбасымен өзінде қазір үйінде осы кітаптар бар екен. 400-500 экземпляр қалды дейді. Оны қалай таратады? Телефон нөмірі болады. Мен телефон нөмірін айтайын. 8-701-566-30-94. Яғни осы адам өзіне хабарласады? Өзіне хабарласады. Осы адамның өзіне хабарласып, мына кітабын қолжазбасымен, несіменен ақшасын төлеп, не қылып берсе, поштаның несіменен. Өзі салып жіберемін. Бұл аға деген үлкен кісі. Үлкен кісі, және бұл деген неге біздер танымалы емес соншама? Неге біздер көп білмейміз бұл адамды? Осы адамның арқасында біздер тәуелсіздік алғанбыз ғой. Почти сондай болып тұр ғой. Ал енді бұл кісі тәуелсіздіктің әңгімесін түркісі осы адам болған ғой. Основной несінде түркісі болған. Мына жерде суреті де бар, міне көрсетіп қояйын. Мына кісі 2 рет орден алған, 2 рет жұмыстан не қылған. Міне ағамыз. Жақсы. 80-нен асқан қай жылғы? Міне. Осы ұстап отырайын. Ұста. Дұрыс. Так. Жаңа біріншісінде жаңалдегі анау сол неге орынбасары болып тұрған кезінде жұмыстан алған ғой бұл кісіні. Содан кейін енді 1-2 айдан кейін енді қайтадан шешіліп неғаннан кейін маман керек, не керек, анау бөлім неғаннан кейін бұл кісіні қайтадан жұмыс қалған. Бұл кісінің еңбегін түсінген олар. Түсінген. Өздерінің қателігін мойындаған. Егер де бұл адам Назарбаевты ескертіп, мен сол жерде барам, сөйлесем дегенде, бұны жібермейді. Үндемей кетіп қалған. Алдын ала біліп отыр ғой. Дұрыс айтасың. 3 жылдық алдын білмеген еркектен қаш, 3 күндік күнін білмеген қатыннан қаш деген осы ғой енді. Біліп тұр ғой алдын ала не болатынын. Өткен дана болып тұр, даналық болып. Жоқ, айтып отырмын ғой, біздің қазақтың абыз ақсақалының бірде бірегейі деп. Міне осы кісі 2 рет орден алған. Жаңағы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың ұстазы. Дипломатия негізінде кейін келген соғымның жаңағыдегі қалай не қылады, қалай не болады. Қазір Евразия университетінде профессор.
Қазір студенттерге сабақ береді, не қылады деген. Мен бір 2 сағаттай бүгінгі әңгіменің төркінінде байқағаным. Менің тиімділік идеям несінде тобында бұл кісі бар еді алғашқы кезінде. Белгісіз себептермен жаңа топтан шығып еді, содан кейін менің немді шатымды бұғаттап қойып еді. Сонымен арамыз неміз байланыс үзіліп қалып еді. Кеше 6-сы күні осы жаққа келдім, 6 тамыз күні. Келсем, бұл кісі маған шатыма қайтадан неге шыққан екен. Адамдар шаршап өтеді. Мен де кейде кейбір адамдарды солай шаршап тастаймын. Содан кейін сол шаршатып жібереді адамдар. Шаршатады, неге сіз болса шаршататын шығар. Содан кейін қайтадан осы байланыс орнатып, осы кісіменен жолығып, кейде маған алып кетеді адамдар, сөйтіп демалғың келеді онаша. Жақсы, енді сіздің тиімділік идеяңызды қалай қарайды бұл адам? Менің тиімділік идеяма бұл кісі оң көзімен қарап отыр ғой. Оң көзімен қарағанымен бұл кісі айтады, бұл тиімділік идеяң мүмкін болса осы тәуелсіздігімізбен байланыстыра аласың ба дейді. Тәуелсіздігімізбен. Мен айтам байланыстырам. Егер біздің тиімділік идеямыз іс жүзіне асса, тиімділік идеясы іс жүзіне асса, біз мемлекеттігімізді сақтаймыз. Мемлекеттің ең негізгі құрылғандағы, айтпесе, неше мың жылдардан бері қарай мемлекет құрылып келе жатыр ғой. Мемлекет. Ал енді сол мемлекеттің ең негізгі мақсаты не? Мақсаты сол құрылғандағы, мемлекетті құрғандағы ең негізгі мақсат не? Болған. Мына қоғам, әуелі алғашқы қоғам болды, соны дами келе, мына қоғамдық несі дами келе, мемлекет құрылды. Мемлекет қауымдасып та бір мемлекет. Негізгі мақсаты тәуелсіздігін, өзінің жаңа деген несін сақтау. Біргелгілігін, шекарасын сақтау, ұлттықты сақтап қалу. Тәртіпті сақтау, несін сақтау, содан кейін ұйымдастыру. Мемлекет өзінің бір несіне жәрдем беру. Халыққа. Ұлт болып сақталуына, ұлттық идеология несінде да, бір мемлекеттің ең негізгі мақсаты, міндеті сол. Ал енді сол мақсат, міндетін қалай орындап жатыр? Әр мемлекет қалай орындайды? Егер менің тиімділік идеямды басшылыққа алып жұмыс істеген мемлекет, мен бұрынғы нелерін бәрін несін қайталамай қояйын, тиімділіктің 3 бұрышы негізінде, мынау жаңа основа менеджмент. Менеджменттің основа менеджмент деген не? Менеджмент деген басқару ілімі. Управление. Ал енді мен ол басқару менеджменттің несін айтып отқан себебім, менің бірінші мамандығым инженер гидротехник, ал екінші негізгі мамандығым инженер экономист, мынау менеджмент, как раз осы саланың несі. Осының менеджменттің несіндегі управление, басқаруды қазіргі таңда конкретно, нақты жаңылдегі айтылған несі жоқ. Тұжырымдамас. Мен бұл кітапты оқып бастадым, қызығып кеттім. Тартады екен өзі. Тартады. Ал енді осыны основа менеджменттің басқару ілімінің гурасы саналатын Исках Адизис деген бар. Ол қазір бар ол кісі, израильдік. Осыдан 7-8 жыл бұрын ол Исках Адизисті кім? Назарбаев қабылдады. Өз несінде. Себебі бұл кісінің ең негізгі несі менеджмент, управленияны соншалықты меңгеретін табиғатта сондай адам жоқ дейді. Міне, көрдіңіз ба? Мынау менеджменттің басқаруды 4 функцияға бөледі. 4 функцияға. Бірінші функциясы производство результатов дейді. Бірінші функциясы да. Екінші несі администрирование дейді. Ұйымдастыру, администрирование. Үшінші функциясы предпринимательство. Жаңа деген бизнес қылады, басқа қылады предпринимательство. Содан кейін төртінші функциясы интегрирование дейді. Интегрирование деген анау барын несін бір-біріне жаңа байланыстырып, сөйтіп неге алып келу дейді. Ал енді осы 4 функцияның төртеуінде өте жақсы меңгерген бір адам табиғатта жоқ дейді. Себеп адамның табиғаты әртүрлі.
бір адамның мінезі былай, біреу былай, былай. Енді бірақ мына 4 функцияның 4-еуін жақсы меңгерген 4 адам егер бірігіп не қылса коллективное управление дейді. Коллективное управление. Исхак Азизовтың негізгі философиясы сол. Бұны мен жақсылап. Почему идеальный руководитель не может быть деп жаңа вот кітабы бар. Соны несімен изучать етіп, танысып, неге шығардым. Неге оны мен оқып зерттедім? Себебі менің мына тиімділік идеям осыған келе ме екен деген. Қандай болады екен деп. Сөйтіп тиімділік идеямның несі, бұл жаңа ғана басшының несіне келгенімен, бірақ бұл тиімділік идеясында қолдағы бар мүмкіндікті барынша тиімді пайдалану. Ал енді адам баласына мүдделі болып тұрғанда сәл бір мәжбүрлеуші бір фактор керек екен. Мәжбүрлеуші фактор. Міне, мәжбүрлеуші фактор қай жерден шығады? Бірінші, егер тиімділіктің 3 принципі деген бар. Мен бұрынғы нелерімді айтқаным бар, енді бірақ мына сәл қайтада жіберсем, бұдан артықтық етпейтін шығар. Бірінші функциясы орындаушы адам өз еңбегін орындаушы. Өзінің еңбегінің нәтижесіне мүдделі болу керек. Бірінші принцип та. Ал оны қалай мүдделі қылады, не қылады, ол өз алдына бөлек әңгіме. Бірақ негізгі принцип мүдделі болу керек. Екінші принцип. Байлану керек. Өзінің еңбегі өзінің қолында, өзіне байланысты. Айлық жалақысы көбеюі өзінің қолында. Мотивациясы, мүдделендіруі, барлық несі өзінің қолында. Өзі істейм деп не қылса, бірінші мүдделі болуы. Енді екінші. Екінші принцип. Осы еңбек процесіне қатысатын адам мынау орындаушының еңбегін әділ де дұрыс бағалау керек. Ал енді бұл әділ де дұрыс бағалайтын кім? Сол процеске қатысатын адам. Ал ол процеске қатысатын адам кім? Оның қасында кішігірім басшысы. Міне, мысалы үшін мұғалім болса, орындаушы, өз еңбегін орындаушы. Ал ол өзіне мүдделі болуы енді принципіне не алады? Екінші, оның қасындағы орындатушысы сол процеске қатысатын мектеп директоры. Завуч, мектеп директоры аппаратымен де, ол енді завуч не дегендер өзінің аппараты ғой, енді завучы болады, 2, 3, 4 басқа ол енді. Бірақ негізгі представить етіп отқан, мемлекетті представить етіп отқан директор. Ал одан кейін, одан сәл жоғары тұрған, енді мына екінші принцип айттық қой, жаңа орындатушы сол процеске қатысатын адам. Ана мұғалімнің сабақ беруге қатысатын процесс, значит, директор. Енді үшінші принцип, ең негізгі принцип. Менің тиімділік идеямның ең негізгі принципі жаңағы несі, өзегі. Осы үшіншіде. Міне, үшіншіде. Себебі осы үшінші принцип сақталған кезде мәжбүрлеуші фактор туындайды. Яғни ол қандай? Ол фактор мынау. Міне, үшінші фактор несіндегі принцип. Орындатушының еңбегін, екінші, яғни директордың еңбегін. Директордың еңбегін мұғалімнің еңбегінің нәтижесімен бағалау керек. Міне, бірін-біріне байланып тұр. Сонда анау несімен келеді, треугольник, тиімділіктің 3 бұрышы шығады. Қара да, тиімділіктің 3 бұрышында бірінші бұрышымыз жаңағыдегі орындаушы, екінші бұрыш орындатушы мектеп директоры, екеуінің арасындағы байланыс, тікелей байланыс, бір-біріменен тікелей байланысқа шығады да, ай көке, маған мынау жетіспейді, мен жақсы не қылатын болсам, анау не қылса айтады, айналайын. Результатқа байланысты ғой, нәтижеге. Нәтижені шығару үшін екеуі бір-біріне тікелей байланысқа қарады да. Түсіндің ба? Нәтиже не? Нәтиже балдарға берілетін білім. Яғни бұны көрсеткіш не? Сапасы, білімнің сапасы балдар. Үлгерім. Алдындағы оқушының нешеуі 5-ке оқиды, нешеуі 4-ке оқиды, нешеуі 3-ке оқиды. 3-ке оқитынды 4-ке сүйреуге, 4-ке сүйреуге, 5-ке сүйреуге мүдделі болу керек та. Бірақ деген осында кішкене енді осыған жақын ғой қазіргі жүйе. Осыған жақын, бірақ сіздікінде деп айта алмаймын. Ондай енді деген окладпен төледі ғой ақша, зарплата береді окладпен. Ал енді
маған үшінші принципті айтқан жоқ. Үшінші принцип жаңа ғана орындатушының еңбегін орындаушының еңбегінің нәтижесімен бағалау. Яғни функциональный связь. Анау мұғалім районының несіне шықпайды. Себебі бұның еңбегімен ғана шығады. Районыменен, екіншіменен, үшінші бұрыштың арасы тіке байланыс. Бұл жерде уже жаңағы бірінші мұғалім менен жаңа директордың арасындағы байланыс сияқты, директор менен аудандық білім бөлімінің екеуінің арасындағы байланыс тікелей байланыс. Бір-біріменен. Ана жаңағыдегі егер жаңағыдегі аудандық білім бөлімінің еңбегін жаңағы директорлердің еңбегінің общий нәтижесі, бірақ негізінде общий сводный келеді ғой. Бүткіл жаңағыдегі аудан бойынша қанша оқушы болса, соның оқушының неше пайызы 5-ке оқиды, неше пайызы 4-ке оқиды, неше пайызы 3-ке оқиды, соған мүдделі болады. Нәтиже айта бер. Балалардың білімінде болып тұр ғой, нәтиже. Нәтиже. Соны балдардың үлгерімінің жоғары болуына бірінші мұғалім мүдделі, екінші директор мүдделі, себебі оның да жаңағыдай еңбегі сол оқушылардың үлгерімімен бағаланады. Үшінші аудандық білім бөлімінің басшысы, оның да еңбегі жаңа оқушылардың үлгерімімен бағаланады. Көрдің ба? Сонда үшеуінің де несініңкі еңбегі, міне тиімділіктің үш бұрышының ең негізгі жұмыс істейтін жері осында. Білімді жоғарылататын, білімнің сапасын жоғарылататын жүйе болып тұр ғой. Сондай болады. Міне бұл тек қана мектептің несі емес, бұл енді қазір одан ары қарай шығады ғой. Сөйтеді көтеріліп президентке дейін жеткен кезде жаңа тиімділіктің үш бұрышының негізінде тиімділік пирамидасы ғой. Ал енді тиімділік пирамидасы ең үстіңгі неге келген кезінде жаңағыдегі үш бұрыш тиімділіктің несі. Бірінші президент жаңағыдегі жоғарғы несіндегі, екінші бұрыш премьер-министр, үшінші министр. Міне осы үшеуінің арасындағы тиімді еңбек қатынасы жаңағы үш принципті сақтаған кезінде сонда тиімді еңбек туындайды. Ал енді мынау жаңағыдегі министр ол жалғыз өзін ғана представить етпейді. Ол бүткіл жаңағы астындағы өзінің саласын представить етеді. Оны көп қой онда. Иә. Многофункциональный дейді ол жаңағы. Жоқ, енді бүйтіп салаға тармаққа бөлініп кетеді ғой, сондай не болады. Енді бұл өз алдына бөлек әңгіме. Жаңағыдегі енді мен мынау негізгі айтайын деген бүгінгі айтатын ойым мынау тиімділік идеясын іс жүзіне асыратын тек бір елдің басшысы ғана. Неге бір елдің басшысы ғана? Себебі тиімділік идеясы замкнутый круг. Жаңағы мен ана пирамиданың несін дұрыс қой, бір-біріне байланып тұрған. Иә, соларның несінкі мынау басшыда, мына пирамида деген бір бүтін нәрсе. Значит, бір елдің несінде сонда болады. Сол кезде осы не жұмыс істейді. Ал егер жалғыз ана бөлек мекемелерде, нелерде болса, бұл тиімділік идеясы өз алдына жұмыс істемейді. Өз результатын бермейді өз деңгейінде. А бұл өз деңгейінде беру үшін елдің бірінші басшысы осы тиімділік идеясын басшылыққа алып, өзінің идеясына айналдыру керек. Түсіндің ба? Түсініп тұрмын ғой, бірақ деген оған жеткізу қиын. Міне қанша уақыттан бері жеткіземей келемін. Оған енді деген не керек қой? Нәтиже керек, оған деген бір жерге эксперимент ретінде бір көрсету керек. Ал енді әбден көзі жеткесін бар қолданылады олар. Олар тектен-тек қолдана салмайды. Әрине оны деген. Ал енді мен айтайын, осыдан 2 жыл бұрын, әлеуметтік желіде жүр. Мен ұсыныс жасадым президенттің атына. Егер мені ауыл шаруашылығы министрі қылып тағайындасаңыз, іс жүзінде осы тиімділік идеясын ауыл шаруашылығының несінде көрсетіп берейін деген. Ал оны не себепті үйтіп айтайын ба? Себебі менің мақсатым министр болу емес. Менің мақсатым тиімділік идеясын кереметін көрсету. Бұл деген министрлік деңгейінде үлкен болады. Бұл деген бір кішігірім. Кішігірім жерде пайдаланып бірінші көрсету керек. Ал енді кішігірім жерде де мен өзім оны іс жүзінде көрдім. Себебі мен кішігірім ненің кооперативтің төрағасы болдым. Кішігірім жаңағыдегі, мысалы, ең қарапайым нені айтайын. Қарапайым мысал.
Москвада оқып жүрген кезде бірінші курсты бітіргенде командир отряд болдым. Командир отряд 15 адам бір ненің несінде осындай бригада не есебінде да объем алып. Сол кезде еңбектің нәтижесін айтайын. Сонда бір 4 үйді салдық. Бір не емес, жаңағы жилой 2 бөлмелік неден 4 үйдің несін салдық. Үлкен ненің несін бітірдік. Соның күнің бәрін қалай бітті? Нәтиже мүдделі болып, жаңағыдегі мүдделді мәжбүр болатын жағдайға қойғызып, осы тиімділік идеяның нәтижесінде сол жеріне істедік. Сондағы болған результатты айтайын, айлық. Мынау инженерлердің айлығы сол кезде 150 рубль тон. Біраз ақша. Средний, да? Средний рубльдің кезі ғой 150 рубль. Үлкен ақша ол уақытта. Иә, үлкен ақша деп отырсыз, иә? Ал біз 1,5, 2 айға жеткен жоқ, 1,5 айда істедік результатында. Әрбір студентіме 3000 рубльдан избер книжкаға салдым. 3000 рубльдан. 300 рубльді қолдарына ұстатып жібердім. И Угринский районнан Москваға дейінгі аралыққа билет алып бердім. Сөйтіп қайтардым. Қай жылдар бұл? Бұл 84-85 жыл. Мен 84 сол уақыттан сіз бұл идеяны алып келесіз. Сол кезде туындады да алғашқы несі. Алғашқы осы ойларым сол кезде мына идеясы туындады да. Содан кейін мен уже кооперативдің төрағасы болдым ғой. Совхозда замдиректор болдым ғой. Совхозда замдиректор болған кезінде де осы идея. Бірақ мен енді өзім совсем бұл несіменен менде ондай билік жоқ қой. Мен енді жоғары тұрған директор бар, не бар, бұл өз несін істете алмағанымен, бірақ соның несін принциптерді пайдаландым. Сонымен көп нәрсені істедім. Оны енді мақтанып отқан жоқпын. Просто мен идея, мына осы идея менің өмірлік іс тәжірибемнің нәтижесінде дүниеге келді. Соны айтқым келіп отыр. Енді бұл жаңа пример біреуге көрсету дейін деп отқан неден болса. Ал енді бұрайынша енді анық. Содан кейін мен жаңа ғана министр қылып мені сайласаңыз не қылам дедім ғой. Содан кейін оның артына ешкім реакция бермегеннен кейін айттым. Жарайды, көшеден жүрген мені алып келіп бірден министр қоя салмас, сонша адам ішінде. Мені министр болмасам да министрдің көмекшісі қылыңызшы. Көмекшісі. Бірақ сонда айтып қойыңыз. Мынау министрдің тиімділік идеясын іс жүзіне асыру үшін министрдің көмекшісі деген нені қойыңыз. Содан кейін мен ол кісіменен бірге жұмыс істеп тиімділіктің кереметін көрсетейін дедім. Ол ұсынысыма да ешкім жауап жоқ. Оған енді мән бермейді. Айтып отыр. Әбден көзі жүйді керек. Иә, көзі жүйді керек. Жарайды енді олар қателеспеу керек олар деген. Иә, қателеспеу керек біріншіден. Одан кейін енді қанша. Мынау мен бір нәрсеге таңғаламын. Осы мына идеямның несін елімізде мына уже неше жыл бар көтеріп жүргеніме, ал өзіңмен осы беріп отқан 3-ші сұхбатым, иә? Почти 1 жыл болмаса да бір 7-8 ай болды. Осыны қаншама адам көрді. Осыны идея. Содан кейін мен жаңағыдегі осы идеямды көтеріп 11 мың адам көрген. Мен жаңағы кімге Тоқаевтың атына ұсыныс жасағаным, да? Соны көрген. Сол қанша адамдар көріп отыр, не қылып отыр? Қанша академиктер бар. Мысалы, Оразалы Сәбден ағамызда осы немнен хабары бар. Орақ Әлиев ағамыз бар, академик. Олардың да хабары бар. Бірақ осыға сенің мына идеяң жаман, болмаса осы жер кем деп қарсы пікір айтпайды. Ешқандай пікірсіз отыр. Пікірсіз. Қолдап бір атала не қылып атқанында жоқ. Бірақ жаңағыдегі қарсы пікірде жоқ. Мен түсінемін. Өйткені мен мына рухани жағын мен мәжбүрледі өмір зерттеуге. Өмір зерттеу. Сонда адам оянбайды екен. Бұлар оянбаған адамдар да. Енді. Міне айтып отырмын ғой, мәжбүрлеу үшін фактор жоқ та оянуға. Сондай әлсізденіп кеткен бәрібір. Әйтеуір деген өмір сүріп ақша тапса болды, соған мәз болып жүрген адамдар көбі. Бір күндік жаны әлсізденіп қалған, өзінің нәпсісін жинай алмайды. Солай көбі деген солай оянбаған. Бірақ деген білімі бар, сөйлегенде керемет сөйлейді, бірақ оянбаған. Жандары әлсіз. Малдық деңгейде енді малдық деңгейде демей-ақ қояйын, бірақ әбден әлсізденіп қалған. Мынау енді тиімділік идеясын ұйықтап жатыр адамдар. Ұйықтап жатыр. Енді ол неде ғой, енді неде. Мен жаңалде бағана айтып кеттім, мемлекеттің негізгі мақсат міндеті. Мынау
халыққа неге жәрдем беру, мемлекет тарапынан жәрдем беру, мемлекет несінен қазіргі мынау диқан малшыға не жетіспейді? Мемлекет тарапынан өз деңгейінде жәрдем жетіспейді. Мынау диқанға бар ғой, өз еңбегін ол қалай егу керек, қалай не қылу керек, оның бәрін жақсы біледі. Ал енді оған жәрдем қандай жәрдем? Қаржылық жәрдем. Қаржы несін кім ұйымдастырып берсе, уақытылы қаржыны содан кейін жаңа не қылса, ал енді солардың несін қалай не қылуға болады? Оны болатын нәрсесі себебі жоғарыдан басталады. Міне мемлекетте президенттік недегі ең президенттік ненің несіндегі ең негізгі президент елдің басшысы ғой, мемлекеттің басшысы. Мемлекеттің ең негізгі мақсат міндетін орындату керек. Ал енді ол мақсат міндетін менің мына тиімділік идеям негізінде алса, басшылыққа алса, қолдануға. Сонда әрбір жаңағы структура бар ғой, құрылым. Министерстволар, жаңа премьер-министерство, нелер бар, аппараты бар, басқа бар, солардың барлығы мүдделі де мәжбүр болатын жағдайға қойылады. Енді деген бұны қолданбайды бұлар. Көздері әбден жеткен жоқ, мен айтайын. Енді бұны бар ғой, бір аудандық жерге эксперимент ретінде қолдануға болады да. Эксперимент ретінде қолдануға болады, бірақ сол жердегі басшы, одан тұрған жоғары тұрған басшы бар ғой. Түсіндің ба? Сол жоғарғы тұрған басшыдан соған жаңағы қаймықпайтын, содан шыға алатын, соған жәрдем бер деп не қыла алатын басшы мен секілді. Осы тиімділік идеясын түсіну керек. Осыған берілген адам болу керек. Сөйтіп сонда дәлелдей алады. Сол айтып отырмын ғой. Олар аудандық деңгейде не қылса, сонда дәлелдей. Әбден көздері жетіп, эксперимент ретінде осыны қолданса, көзі жетсе, онда ары қарай дамытуға болады. Болады, себебі ол үшін не қылу керек? Ауданның бірінші басшысы мен секілді осы тиімділік идеясын жан тәнімен түсіну керек берілді. Енді сіз Құдай қаласа сізді шақырады ғой. Айналайын. Олар енді деген енді жазып жетпісіңіз, жоқ, шақырса не қылса мен кетәрі болып отқан жоқпын. Жәрдем беріп, кеңес беріп, не беріп, арғы маған саған не керек? Маған керегі осы тиімділік идеясын кереметін көпшілікке жеткізуім керек, түсіндіруім керек. Сіздің өмірлік миссияңыз осы. Миссиям осы. Анау өткенде сенің жаңған деген бірінші сұхбатты қылып бердік қой, осы сұхбатта кейін жаңа 3 ой не қылғызып жаздым ғой, сен есіңде бар ма жоқ па? Мысалы үшін жаңа Абайдың 45 сөзі бар емес па? 45 сөзі бар. 45 сөзінің бірінші сөзінде былай дейді. Ғылым қусам бекен, не істесем екен деп не қылғызып келеді да. Мал бағайын десем, біреудің малын баққым келмейді, ол несіне не қылмайды. Ғылым бағайын десем, ғылымды да жаңалдегі біреуге айтып түсіндіретін, не болмаса соны не қылатын адам керек, айтпесе ол да бір күйік. Біреуден білмеген сұрайсың не қылатындай дейді. Содан келе-келе ең соңында шештім, не ойыма не қалғаның бәрін ақ қағазға жаза берейін. Содан кейін ертеңгі күні керек қылған адам менен кейін осыны алып не қылар дейді. Сол сияқты мен де осы тиімділік идеясын барынша жазып келемін. Жеткізуге тырысып жатырмын, не қылып жатырмын. Ертең пайдаланса, ал енді бұл идеяны, мына тиімділік идеясы қазір басқа елдерде неге жоқ? Өткен сіз сияқты адам жоқ қой. Жоқ, мен сияқты адам несіне емес. Бұның несінде себебі бір осы идеяны мен секілді түсініп өзіне қарапайым ғана несімен бір ел көлемінде комплексін, кешенді түрде іс жүзіне асыру керек та. Ал оған көздері жетпей тұр. Толық көрмей тұр ғой. Ал енді тағы бір нені айтайын бүгінгі неде. Мынау Батыршаұлы Сайлау ағамыздың несіне үндеу жаздым. Сөйтіп кешке жаздым да, үндеу. Бұл үндеуде не деп жаздым? Мынау қазіргі әлемдік недегі болып атқан соғыс, барлық крупный мәселелердің шешімін талдай алатын
Содан кейін жаңағыдегі не қылатын мынау білікті нелерден мынау украиналық Алексей политолог, жаңа саясаттанушы Арестович міне Арестович Алексей Арестович деген бар. Мен егер осы несімен кете берсе, келесі президент осы Арестович болуы мүмкін деп ойлайсыз? Деп ойлаймын. Себебі бұның несінікі талдау реальный дейді, нақты сондай оның несіменен жан жақты психологиялық, военный не жағын бәрін талдаған кезде керемет талдайды. Соның нақты шешімін көрсете алатын тәсілі, стилі сондай. Арестовичтің несінікі стилі сондай. Сол кісі, содан кейін Фикрет Шабанов деген бар. Естуің бар ма? Қазіргі әлемгі несіндегі өтені. Бұл геосаяси. Мынау жаңағыдегі қазіргі англосакстар менен, содан кейін мына Ватикан, содан кейін басқа да нелердің несі. Геосаяси үлкен ненің арасындағы өте қатты зерттеп, соның несіне қылатын Фикрет Шабанов деген Азербайжан қазір Канадада тұрады. Сол кісінің геосаяси көзқараспен қарайтын көзқарасы да. Екінші. Үшінші. Сергей Юрьевич Глазев деген бар. Ресейде. Академик. Бұл кісінің несінікі ең негізгі идеясы да, былай неғып қарап отырсаң. Мынау қаржы саласы бар ғой мына. Несінікі соны барынша тиімді пайдалану. Мемлекеттің мүддесіне. Мемлекеттің мүддесі деген, яғни халықтың мүддесіне. Осы бір неге несіне тиімді пайдалану. Сергей Глазевтің несінікі идеясы. Содан кейін тағы да басқа да жаңа академиктер бар, басқа нелер бар, солардың бәрін несіне алып, мен енді жаңағы Сайлау Батыршаұлы ағамызға үндеуде ұсыныс есебінде айттым. Аға, сіз өзіңіздің өмірлік тәжірибеңізді, беделіңізді салып, жоғарыға ұсыныс жасасаңыз. Осындай жаңалдегі нелерден топ құрып, қоғамдық негізде жұмыс істейтін. Қоғамдық. Мынау республикалық қазір біздер билер алқасы нелерін құрып жатырмыз ғой. Міне сондағы жаңағыдегі беделді сондай түсіне алатын адамдардан топ құрып, талдап, жаңа несінкіменен, шешіміменен сөйтіп міне осындай наблюдочок жаңағы ұсыныс көрсетіп не қылса, содан кейін мынау тиімділік идеясын іс жүзіне асыратын елдің басшыларының назарына тезірек ілінеме деген. Бұл идеяны мен қазір основной неғып жүргенім мүмкін болса Қазақстанда болса басталса деймін да. Ал егер Өзбекстан, немесе Қырғызстан, басқа нелерден бір Ресей не бастап кетсе, ол жақта да не қылуы мүмкін. Бірақ сол бірінші бастаған елдің экономикасы қарыштап дамиды. Неге? Қарыштап дамайтын себебі барлық адамдар жауапкершілігі артады. Біріне бірі деген жаңалдегі сенімі артады. Былай қарап отырсаң, бұның бәрі қиял сияқты. Бізде қалай қазір? Бір адамға 7 қадағалаушы бар. Болмайды. Соны не қылып? Бір адам жұмыс істейді, 7 қадағалап тұрады. Мен сондайдан өткенмін. Мен мына министр Абаевқа кірдім да. Мына интернет портал Костюбта жұмыс жасадым. Енді мен өзім мына аппаратпен жүгіріп жүріп түсірем ғой. Айттым ау деймін осыны. Айттың. Соны айттым жаңа, министр ғой. Міне сіз министрсіз. Міне мен ең соңында отырмын. Арамызда қаншама адам бар. Қанша не бар? Мен бірақ ана негізгі несін біліп отырмын, не үшін болмай жатырған. Сол өзім идеямды айттым. Келісті, бірақ қолынан келмейді екен. Сүймейді. Ана, міне көрдің ба, бұл жердегі, значит, ненің несінікі, бер жақтағы мына кішкентай неден не қылсаң, мынаяғындағы неніңкі не қылады. Мүдделер тоғысы несін жібермейді да, істеткізбейді. Ал егер енді мынау жоғарыдан басталса, мен тиімділік идеям несі, жоғарыдан басталса, сонда мынау ненің несінікіндегі бір-біріне арқа сүйеп үлкен күшке айналады. Бұл деген қазіргі Совет үкіметінің жүйесі болды. Сол Совет үкіметінен қалған жүйе ғой мұны істеп жатырған. Қазіргі істеп жатқаны екен соның бір өзгерген несі. Енді бұл жүйені өзгерту жолын айтып отырсыз. Осы соның жолы. Мысалы үшін қолдағы барды барынша тиімді пайдалану. Мынау менің идеям жүйе қалыптастырушы. Жүйе деген не? Жүйе деген байланыс.
Жүйе деген мысалы үшін элементтердің арасында екі элементтің арасынан уже ол жүйе құрылмайды. Ең кемінде үшеу болу керек. Жүйе болу үшін. Міне жаңағы атом системасы, мына неде тұрады ғой, протон, электрон, соның не сияқты. Сол қарапайым өмірдің өзі. Сол сияқты мынау үш адамның арасындағы қатынас, еңбек қатынасы, тиімді еңбекті туғызады. Міне осы үш тұлғаның арасындағы байланыс жүйені құрайды. Дұрыс. Дұрыс аға. Айеге, тағы қандай сұрақтар бар? Мен енді біраз ойларымды айтқым келеді. Айтыңыз. Мен деген мүмкін деген нақты сұрақ қоя алмай отырған шығармыз. Егер де өзіңіздің идеяңыз болса, айтатын сөздеріңіз болса, толықтыратын айтып кетіңіз. Енді мен енді көп нәрсені айтқым келеді. Бірақ оның несінкін жаңа деген ойды ашу үшін ауа жайылуға тура келеді. Содан кейін ауа жайылып көп нені айтып кеткеннен кейін негізгі недегі мынау қазіргі ненің ең кемшілігі ұзақ сөйлесең, ұзақ нені айтсаң, қысқа айт дейді. Қысқа айтсаң түсінбей қалады. Қысқа айтсаң ойыңды ашамай қаласың. Оны кеңірек айтайын десең көпшілік көрмейді, көпшілік көре алмай қалады. Бірақ енді ең негізгісі бұл идеяның жоғарғы басшыдағы жоғарғы аппараттың еңбегін барынша тиімді атқарғызу. Сондағы барлық мына төменгі буын мен төменгі буын, орта буын, жоғарғы буын үшеуінің арасында өте тығыз байланысты орнату, тығыз тиімді жұмысын атқарғызу. Сол жоқ болып тұр ғой қазір. Міне соны істеткізетін нәрсе, мынау менің тиімділік идеям төменнен емес, жоғарыдан басталады. Сондықтан бір елдің басшысы өзінің идеясына айналдыру керек. Мынау тиімділік идеясын менің өзімнің идеям деп, сол адам іс жүзіне асыратын болғаннан кейін содан бастап алады. Өзімнің идеям емес, бірақ осы жүйені қолданам десе, тарихта атымды қалдырам десе, мысалы үшін Ли Куан Ю құсаған, Ататүрк құсаған, басқа да сондай бір нелердің басшысы болам десе, осы идеяны қолға алса. Ал енді ол неге жеткізу үшін маған 15 минут қана, егер мені 15 минутқа қабылдаса, президент, қай елдің президенті болса да, президент қабылдап осы идеям жөнінде менен нақты, конкретно талқыласа, одан кейін ар жағын ол кісінің өзі алып кетер еді. Содан кейін өзі сұрар еді. Ал енді бұл идеяны іс жүзіне асыру механизмі қандай дейді? Іс жүзіне асыру механизмі әр деңгейде тиімділік тобы құрылады, рабочий группа, жұмысшы тобы құрылады да, төменнен бастап президент деңгейіне дейін. Міне сол жұмысшы тобында, сол әрбір жұмысшы тобын сол деңгейдегі басшы басқарып, содан кейін жұмыстарының әрбір деңгейдің ерекшеліктерін, спецификасын ескере отырып, ғылыми негізде іс жүзіне асырады өздерінің жұмысын. Жақсы аға. Біраз әңгіме айтылды деймін. Біраз көп айтып қалды, бір сағаттай олайды қалды ғой. Қайда жүрсеңіз де аман жүріңіз аға. Рахмет. Деген ел үшін айтып жүрсіз ғой, сіздің миссияңыз жеткізу. Мен миссиям әйтеуір деген сөйлеймін, айтатын бар деген адамды сөйлету. Содан кейін жаңалдегі кім Сайлау ағамыз Батыршаұлы менің тиімділік идеям біраз шет жағасынан хабардар ғой, несінен айтқан ұсыныс айтты. Осы идеяңды біздің тәуелсіздігімізбен байланыстыра алсаң. Мына тәуелсіздігіміз бар ғой қазіргі. Тәуелсіздігіміз жаңағы қазақ ұлттық идеологияның несінкіне айналдырып, осы ненікін көтеретіндей сондай бір мүмкіндігін болса дегендей. Тәуелсіздігіміз бәрінен де қымбат дейді. Қасым-Жомарт Тоқаевтың айтқан сөзін несін келтіргенде, соны жаңылдегі ұстасақ, не қылсақ дейді. Тәуелсіздіктің қадіріне жетейік деген. Дұрыс. Иә. Қазақ болып қалайық. Қазақ болайық.
қазақ деген сөз ол азаттық деген сөз ғой. Сосын мынау жаңа 3-ші кітабы өзінің баласы, үлкен баласы ертерек қайтыс болып кеткен. Сол жаңалдегі мына несінкін мамлюктер, Мысыр мемлекетінің несін жөнінде Дешті Қыпшақ соның несінкін мына күшті керемет кітап екен. Соны менің не алды да берді да қолтаңбасыменен. Мамлюк Мысыр еліндегі әсіресе керемет мынау. Енді бұны қызығатын, не қылатын, тарихпен не қылатын адамдар. Бұл кісінің еңбегі действительно өте керемет. Еңбегі сіздің де осы еңбегіңіз мың жасасын, өзіңіз 100 жасаңыз, әрқашанда жолыңыз болсын. Солай болсын, рахмет айна. Енді жаңа үйде шай ішіп кішкене балама батаңызды беріп кеттіңіз. Енді жерге бата беріп кеттіңіз. Не дейді? Ер батамен көгереді, жер немен көгереді дейді ғой, жаңалдегі ұқыптылық еңбекпен көгереді. Сол сияқты әрқашанда жүрген жерімізде еліміздің тәуелсіздігінің қадірін білуіміз керек. Соның қадіріне жетуіміз керек. Егер осы тиімділік идеясы іс жүзіне асса, әрбір адамның жауапкершілігі артып, әрбір адам өз ісінің нағыз маманы болар еді. Әрбір адам өз ісінің маманы болса, елдің несіне келтіретін пайдасы экономиканың қарыштап дамуына негіз болады. Ал енді әрбір соныңдай несінкін бәріне не қылатын не? Мемлекеттің тарапынан уақытылы берілетін жәрдемі ұйымдастырылуы, жаңағы не қылуы, соған мүдделі мәжбүр болатын жағдайға қойғызылуында. Әрбір адамға бір мәжбүрлеуші фактор, күш итермелейтін нәрсе қажет екен да. Дұрыс. Ол үшін еститін мемлекет басшы болу керек. Мемлекет болу керек. Слышащее государство дейді ғой. Сондықтан енді құлақтарына алтын сырға. Құда қаласа осы әлеуметтік желіден тыңдап, осыны ары қарай дамытып, содан кейін менің де жаңағыдай өзімнің шатымда, жаңағыдай немде Бектасов Шырынбек Қазықанұлы деп сол шатқа жазылса, қазіргіде бір 600 адамдай ғана жазылған. Ал егер соны нені көріп, осы тиімділік идеясын жөнінде кеңірек білгісі келсе не қылатын болса, мен сол неге шатқа салып отырмын. Жақсы. Соған жазылуларыңыз. Және сенің неңе қосымша айта кетейін, мынау өзіңде әр не қылған сайын байқайсың ба, сенің подписчиктерің көбейіп келеді. Алғашқы бірінші не қылған кезден қазіргі ненің арасында бұл деген не деген сөз? Сен өңкей сонда бір ерекше жандарменен соларға өзінің ойын несін жеткізуге сондай мүмкіндік бергенің. Құда қаласа, мынау өзіңе творчестволық табыс тілеймін айналайын, ерлерің көбейе берсін. Жақсы, рахмет аға. Рахмет. Жолдарыңыз болсын. Аманшылықта келсейік. Жақсы. Рахмет жаным, жақсы. Рахмет. Сау болыңыз. Сау болыңыздар.